Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі керемет күнді блог түсірмесем болмас еді, себебі бүгін менің туған күнім. Ал онда блогымды соңына дейін көріңіздер. Таңертең ерте тұрып ұянып қарасам, келінім мен інім маған сюрприз жасап қойыпты. Осындай керемет сурет салып, мынандай әдемі блокнот сыйлапты. Менің атым жазылған нәрселерді жақсы көремін негізі. Мінекей, өте керемет. Астына да мен ең жақсы көретін сөзді жазғызыпты. Үлкен рахмет. Әрине туған күн деп жұмыстан қалатын жайымыз жоқ. Таң атпай жұмысқа кеттік, себебі сағат 8-де менің сабағым басталады. Мектепке келісіммен құжаттарымды реттестірдім. Себебі бүгін менің туған күнім қарсаңында мектебімізге тексеру келетін болды. Сол себептен ағылшын тілі бірлестік жетекшісі болғандықтан жетекші папкамды реттестіріп шықтым. Сабақтарымның арасында оқушыларым осылай көңілімді көтеріп, мені туған күніммен құттықтап кетті. Туған күніме сыйланған әдемі гүл шоқтары жұпар иісімен кабинетіме керемет көңіл күй сыйлап тұрды. Және мені оқытқан, қазіргі таңда менің жол көрсетіп отыратын, білгенін үйретіп отыратын Фируза апайым әдемі жылы лебіздерін білдіріп, достарым өздерінің керемет тілектерін айтып, қуанышты күнімді менімен бірге бөлісті. Енді менің бастауыш сынып оқушыларымның керемет жылы лебіздерін тыңдаңыздар. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, көп өмір сүріңіз, машина алыңыз, бай болыңыз. Машинам бар ғой, иә? Машинаңыз екеу болсын, үйіңіз этажный болсын, Астанада тұра беріңіз. Астанада? Ауылда ше? Ауылда да тұра беріңіз. Біздің мектепте директор болыңыз. Аумин. Күліп жүріңіз. Аумин. Thank you. Thank you. Шапалақ ойнаймыз ба? Тише, туған күніңізбен құттықтаймын. Жасыңыз ұзақ болсын, әрдайым бақытты болыңыз. Ауырмаңыз, бай болыңыз. Шапалақ. Тише, туған күніңізбен құттықтаймын. Өміріңіз ұзақ болсын, ата-анаңыздың алдында күліп ойнап жүре беріңіз. Қызыңыз сабақты жақсы оқысын. Мен қызым жоқ қой. Бар ғой. Жоқ? Маған айтты. Кім айтты? Білмеймін. Қызым. Мектептегі ең білімді, сапалы, ең көп сабақтардан беретін сіз болыңыз. Көп бала шағаңыз болсын. Қуаныңызбен директордың оң қолы бола беріңіз. Туған күніңізбен бар денсаулық тілеймін. Сізде апайыңыз барда біз мақтанышпыз. Жаным, рахмет. Үй салыңыз, әдемі болсын ше. Аумин. Егер туған күніңіз құтты болсын, осы мектептің мақтаныш болыңыз, өмір жасыңыз ұзақ болсын.
ағылшын пәнінің ең жақсы беретін мұғалімім болыңыз. Бізге әрдайым сабақ беріп жүріңіз. Біз сізді жақсы көреміз. Thank you. Бақытты өмір сүріңіз. Teacher, туған күніңіз құтты болсын. Teacher, бүгінгі туған күніңізбен ешқашан ауырмай, сырқамай жүре беріңіз. Денсаулығыңыз жақсы болсын. Сау өмір 100 жасаңыз, ауырмаңыз, 100 жасаңыз, 30 жасыңыз, 30 бақыт әкелсін. Бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Оқушыларымның тәтті тілектерін естіп болғаннан кейін сабақ өттік және ойында ойнап үлгердік. I have, who has ойын ойнадық. Айтпақшы, бұл ойын менің видеомда алдыңғы видеоларынан таба аласыз толық нұсқасын. Және мына жердегі видеомда көрсеңіздер болады. Өте қызықты ойын. Ойында қолданған материалды менің телеграм-каналымнан таба аласыздар. Материалды қолдану өте оңай. Шығарып қағазға шығарғаннан кейін принтермен, ламинатпен ламинаттап қойсаңыз, сізге ұзақ уақыт қызмет етеді. Teacher, туған күніңіз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. 100 жасыңыз, аспаныңыз ашық болсын. Бала-шағаңыздың құрметін көріңіз. Ауырмай, сырқаттанбай жүре беріңіз. Сізден біз көп білім аламыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әрдайым денсаулығыңыз мықты бола берсін. Аспанда қанша жасыңыз туған жүре берсін. Апай, туған күніңізбен туған күніңіз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Күнде жолыңыз ашық болсын. Кішкентай балалардың тілектерін тыңдаған маған қатты ұнайды. Себебі олардың фантазиялары керемет кең ғой. Сондықтан олардың айтатын сөздері бір керемет адамға жағады. Сонымен бүгінгі күнді осылай аяқтадық. Сонымен үйге қайттық. Қолымдағы әдемі гүл шоқтарын менің тілеуімді тілеп, қолдап, қолпаштап отыратын ата-анама, осындай дәрежеге жеткізген, оқытып шоқытқан ата-анама алып келдім. Олардың жылы лебіздерін естіңіздер. Дәзет, туған күнің құтты болсын, Құда қаласа, денің сау болсын, жұмысың алға басын, жамылға ұқсап көп жаса, денеңде дерт болмасын, күннен күнге көбейсін, дос жараның жолдасың, денің сау болсын, жылдан жылға туылған күніңді жасай бер, құтты болсын. Міне мына гүл саған, мына гүл, ана машина саған сенікі.
кішкентайынан өзім өсірген ақтөсімде туған күнімен құттықтап кетті осылай. Молодец, жігіт бол. Туған күніңмен деш. Туған күніңмен. Туған күніңмен деш. Ләззаттың туған күні құтты болсын, Құда қаласа жылдан жылға туған күнін тойлай берсін, дені сау болсын, жұмысы алға бассын. Құда қаласа мына Жамбылдың жасын берсін. Денесінде дерт болмасын, күннен күнге көбейсін, дос жарандар жолдасын, дендерің сау болсын, туған күндерің құтты болсын, аман болыңдар. Туған күн жалғасып жатыр. Азамат шашлык істеп жатыр. Осымен бүгінгі туған күнім керемет өтті. 30 жасыма керемет қадам бастым. Бұдан кейін де керемет жалғасады деген үміттемін. Ең алдымен ата-анама, достарыма, бауырларыма, келініме, менің жанымдағы жақсы адамдардың барлығына, оқушыларыма, барлықтарыңа үлкен алғыс білдіремін. Рахмет. Осылай жадырап жүргенім ата-анамның арқасы. Оларға мың алғыс. 30 жасыма, 20 жасыма ырзамын. Өзімнің армандаған көптеген мақсаттарымды сол 20 жасымда орындадым. Ең студент кезді студенттей жасадым. Осындай керемет бір жас болды 20 жас мен үшін. Енді 30 жасымда осындай армандарым орындалатын бір жас болады деген үміттемін. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.